Сәлем баршаңызға достар, бүгін сіздерге өте керемет салаттың рецептін бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менде 15 банкіде шықты, менің рецептімен басыңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Бұл тексерілген рецепттердің бірі. Ет тартқыштан барлығын осылай тартып аламыз. Барлығын осылай тартып дайындап алатын боламыз ет тартқыштан. Үлкен осындай ыдысымызға құйып алатын боламыз. Содан соң біздің қызанағымызды осы ыдысымен отқа қойып, жақсылап 15 минуттай қайнататын боламыз. Екінші жағына осылай буға банкымызды қойып аламыз. Жақсылап ызаландырып алуымыз керек. Сол кезде біздің банкымыз атылмайды. Мен барлығын осылай тоқтай турап дайындап алдым. Қиярымызды осындай өте қалыңда емес, жұқада емес, солай турап аламыз. Сарымсақты мен қолдың көмегімен турап алдым. Өте ұсақ етіп болгар бұрышымызды, және лавр жапырағымызды, қара бұрышымызды, және острый ащы бұрышымызды мен ет тартқыштан тартып өткізіп алдым. Осылай сіздерде барлығын дайындап аласыздар. Содан соң біздің помидорымыз жақсылап қайнауы керек 15 минуттай. Өте көп қайнатпаңыздар. 15 минуттай ғана қайнаса, сол жетерлік. Крышкамызды да осылай ыдысқа салып, оны да жақсылап қайнатып алатын боламыз. Үстіне ащы бұрышымызды саламыз бірінші. Енді болгар бұрышымызды салатын боламыз. Болгар бұрыштан кейін жақсылап бір қайнағаннан кейін үстіне сарымсағымызды салатын боламыз. Сарымсағымызды да барлығын толықтай салып, жақсылап араластырып, бір қайнағанын күтеміз. Мінекей барлығы осылай тартылып қайнағаннан кейін үстіне біз қиярымызды салатын боламыз. Қиярымыздың барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Біз қиярды салғаннан кейін тек қана бір 10 минут қана қайнататын боламыз. Одан көп ұзақ қайнатуға болмайды. Үстіне қара бұрышымызды және лавр жапырағын саламыз. Енді татымына қарай қантымызды және тұзымызды салатын боламыз. Мен 7-8 қасықтай салдым. Өздеріңіз татымына қарай салатын боласыздар. 6 қасықтан кейін дәмін көріп, сосын барып жетпеген жерін салсаңыздар болады. Және де 70%-лық уксусымызды үстіне құятын боламыз. Ас қасығымызды өте толтырмай, мен 3 қасықтай құйдым. Бізде енді аскөк қосылуы қажет болған, менде үйде аскөк таусылып қалған, сол себепті мен кептірілген укроп қостым. Егер сіздерде аскөк, петрушка және укроп болса, сіздер свежий күйінде бір бумадан салсаңыздар, өте дәмі керемет болады. Свежий аскөкті салсаңыздар, дәмі өте керемет болады. Достар, кеңес етем свежий салуға. Және де үстіне осындай сұйық майымыздан 2 стакан құйдым. Енді барлығы толықтай салынып болды. Жақсылап араластырып 10 минуттай қайнататын боламыз. Өте ұзақ қайнатудың қажеті жоқ. 10 минуттай қайнатсаңыздар, сол жеткілікті. Барлығы 10 минут қайнап болғаннан кейін банкымызға құйып ыстық күйінде крышкамыздың бетін жауып, банка жапқышпен жауып тастайтын боламыз. Мінекей мен уже құйып бастадым.
көріп тұрғандарыңыздай барлық банкіге құйып болды. Менде осындай литр банкіден 15 банкі болып шықты. Осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде де 15 банкі 15 литрдей шығуы керек. Дәмі өте керемет болып шықты. Любой тамаққа, кез келген тамаққа қосып жей беруге өте дәмді салаттардың бірі. Сіздерге де жасап көруге кеңес етемін, достар. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.